Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 2017 жылы шыққан Малыш на драйве криминалдық боевигінің сюжетін талдаймыз. Қызыл түсті Subaru көлігі банк ғимаратының алдына келіп тоқтайды. Одан Бадди, Дарлин және Гриф атты 3 тәжірибелі қылмыскер шығып, қаржы мекемесіне қарай беттейді. Ал Малыш деген лақабатпен жүретін жүргізуші көлікте қылмыскерлерді күтіп қалады. Малыш музыканы жандай жақсы көреді. Ол үнемі құлаққаппен жүріп, өзін ерекше әсерге бөлейтін сүйікті әндерін тыңдағанды ұнатады. Сол кезде тонаушылар банктен $100 000 алып көлікке қарай жүгіреді. Малыш бірден газды басып, полицияның бірнеше көлігі ізіне түскеніне қарамастан, музыкасын қатты қойып, жарысып кетеді. Ол қаланың қалың қозғалысы арасында шебер маневр жасайды. Полиция тікұшағы қуғынға қосылған сәтте, Малыш жолдағы 2 қызыл көлікті байқап, туннель ішінде солармен қатарласып жүреді де, көліктерді ауыстырып, полицияны адастырып, жер асты тұрағына жасырынады. Біраз уақыттан кейін жігіт барлығына кофе сатып алып, бандиттердің жасырынатын жеріне барады. Онда оларды барлығы Дог деп атайтын басшы күтіп отырады. Ол өте қатыгез әрі ықпалды гангстер. Басшы олжаны бөліп жатқанда, Гриф Малыштан неге үнемі құлаққаппен жүретінін сұрап тиісе бастайды. Бірақ Малыш оны елемейді. Бандиттер өз үлестерін алып тарап кетеді. Дог Малыштың үлесінің басым бөлігін алып қалады. Өйткені жігіттің оған бере жақ қарызы бар. Артынша Дог оған $10 000 қолғап және байланысқа арналған жаңа телефон береді де өзінің қоңырауын күтуді бұйырады. Малыш үйіне оралады. Ол жерде өзінің асырап алған қарт әкесі Джозефпен бірге тұрады. Жігіт ұрланған ақшаны құпия жерге тығып қояды. Джозеф асыранды ұлына мұндай лас істермен айналыспауға кеңес береді. Малыш болса, Догпен және басқа да бандиттермен болған әңгімелерінің жазбалары бар кассетаны шығарып, олардан жаңа, ерекше ремикстер жасайды. Жігіттің өмірінің барлық сәтіне арналған орасан көп жазбалары бар. Олардың арасында ана деген жазуы бар кассета ерекше орын алады. Малыш өз анасын сағынышпен еске алады. Ол ата-анасының апатқа түсіп, қайтыс болған күнін ешқашан ұмытпайды. Осы оқиғадан кейін Малыш асханаға барады. Ол жерде ән ыңылдап жүрген сүйкімді даяшы қыз Дебораны байқайды. Жігіт әдеттегідей өзіне ұнаған дауысты жазып алады. Көп ұзамай Дебора тапсырыс алу үшін келеді. Малыштың оның дауысын жазып жатқанын байқап қалады. Екеуі танысады. Малыш одан қыздың қай әнді ыңылдағанын сұрайды. Кейінірек музыка дүкенінен сол ән жазылған пластинканы сатып алады. Бірнеше күн өткен соң Дог олардың алда жаңа ісі бар екенін айтады. Малыш базаға келіп, жаңа серіктестерімен мұрынсыз, Эдди, Джейди және Психпен танысады. Олар Малыштың неге үнемі құлаққаппен жүретініне қызығушылық танытады. Дог бұл бала кездегі жол апатының салдары екенін, содан бері оның құлағында үнемі шыңыл болғандықтан, музыка арқылы сол шуды басатынын түсіндіреді. Бұл Малыштың басшы алдындағы бар қарызы жабылатын соңғы ісі болмақ. Дог тағы бір тонаудың жоспарын айтып жатады. Ал Малыш болса, әдеттегідей музыка тыңдап отырады. Псих жігіттің ештеңе естімегеніне сенімді болады. Алайда Малыш олардың әңгімесіндегі әрбір бөлшекті жаттап алған. Келесі күні топ брондалған инкассаторлық фургонды аңдып, соңынан келеді. Малыш көлікте күтіп отырғанда, қалғандары іске кетеді. Псих күзетшілерді өлтіреді. Содан соң тонаушылар ақшаны алып, машинаға қайта оралады. Малыш орнынан қозғалады. Бірақ олардың соңынан пикап мінген теңіз жаяу әскері түседі. Псих қуғыншыны атып тастауға оқталады. Бірақ Малыш рөлді күрт бұрып, оған кедергі жасайды. Жігіт шеберлікпен басқа жолға шығып кетеді. Ал теңіз жаяу әскерінің көлігі аударылып қалады. Бандиттер кептеліске тап болып, баласы бар әйелдің көлігін тартып алады. Джейди бұл кезде өз тапаншасын түсіріп алғанын айтады. Оны полиция тауып алуы мүмкін. Бандиттер жасырынатын орынға келіп көліктерін ауыстырады. Псих Малыштың оған күзетшіні өлтіруге мүмкіндік бермегеніне ашулы. Алайда жігіт өзінің жай ғана жолмен маневр жасағанын айтады. Дог әрқайсысына өз үлесін береді. Оның үстіне бандиттер тап болған мәселені шешу керек. Өйткені тапаншадағы саусақ із арқылы полиция оларды тез тауып алады. Басшы Малышқа мәйіттен құтылуды бұйырады. Жігіт мәйіт тиелген көлікті қоқыс полигонына апарып тастап кетеді де, анасын тағы бір рет еске алады. Сосын Дебора жұмыс істейтін асханаға барады. Екеуі тағы да сөйлеседі. Артынша жігіт қызды кір жуатын орынға дейін шығарып салады. Малыш серігіне ата-анасынан қалай айырылғанын және есту қабілетіндегі мәселелер туралы айтып береді. Үйге оралғанда Джозеф оған басқа жұмыс табуды кеңес береді. Содан соң жігіт пицца жеткізуші болып жұмысқа орналасады. Малыш Деборамен көбірек уақыт өткізіп, екеуі жақындаса бастайды. Малыш Дебораны мейрамханаға шақырады, бірақ сол жерде оларды бақылап отырған Догты байқап қалады. Гангстер жігітке тағы бір іске қатысуды ұсынады. Егер бас тартса, Дебораға зиян тигізетінін айтып қорқытады. Дог Малышты почта бөлімшесіне әкеледі. Олар жақын арада сол жерді тонауы керек. Басшы жігітке ғимаратқа кіріп, барлығын бақылап келуді бұйырады.
Ол өзімен бірге доктың Сэм есімді кішкентай жиенін ала кетеді. Бөлімшеде Малыш камералардың санын, күзетшілер мен кассирлердің орнын жаттап алады. Пысық Сэм де жігітке маңызды ақпараттарға назар аударуға көмектеседі. Кассирмен тілдесіп қайтқан соң, екеуі көлікке оралып көргендерін Докқа баяндап береді. Кешке Малыш Дебраға қоңырау шалады, қашып кетуді ұсынады. Кейінірек жігіт гангстердің жасырынатын жеріне барады. Онда Бадди, Дарлин және Психты да көреді. Малыш бұрын Доктың бір іске ешқашан бір топты қайталап алмайтынын білетін, сондықтан таңғалады. Басшы жиналғандарға почта бөлімшесін тонау жоспарын түсіндіреді. Сонымен қатар жігіттерге ет сатушыдан белгісіз қару сатып алу керек екенін айтады. Топ қару сатушылармен кездесуге шығады. Жолда Псих Баддиден көлікті тоқтатуды сұрайды. Артқы орындықта отырған Бадди оған Психтың өзіне үнемі көз тігетінін айтады. Бадди ашуға мініп Психты өлтіргісі келеді, бірақ Дарлин алдымен істі бітіріп алу керек екенін айтады. Кездесу орнына жеткенде, жігіттер қару сатушыны жолықтырады. Кенеттен Псих тапаншасын суырып, сатушыны өлтіреді. Қалғандарына да оқ атуға тура келеді. Барлық қару сатушылармен істі тындырғаннан кейін, бандиттер мәйіттерді жасырып кетіп қалады. Псих сатушылардың шын мәнінде құпия полиция қызметкерлері болғанын, сондықтан оларды өлтіруге тура келгенін түсіндіреді. Жол жөнекей Псих көлікті асхана маңына тоқтатуды бұйырады. Малыш Дебораның сол жерде жұмыс істейтінін біліп, бас тартқысы келеді, бірақ Псих көнбейді. Дебора мазасы жүрген Малышты көріп, оны танымайтындай сыңай танытады. Псих асханадағы даяшы қызды атқысы келеді. Малышқа Дебораның тағдыры бей-жай емес екенін түсінген бандит, жігітке даяшы қыздың есеп-шотын төлеуге тура келетінін айтады. Малыш қызға салфеткаға хат жазып қалдырады. Түнгі сағат 2-де қашатындары туралы. Бандиттер жасырынатын орынға оралады. Док тапсырманың сәтсіз болғанына ашулы. Псих сатушылардың шын мәнінде полиция болғанын айтып ақталса, Бадди мен Дарлин оны қолдайды. Малыш үнсіз бәрін бақылап тұрады. Басшы полицияның жақын арада оларды толықтай іздеуге кірісетінін, сондықтан бұл жерден тезірек кету керектігін айтады. Бандиттер бастығына почтаны тонау керек екенін айтады. Малыш олармен келісіп, істі ертең таңертең жасайтындарын айтады. Түнде ол Дебраға қашып кетуге талпынады, бірақ жолда оны Бадди мен Псих тоқтатып қалады. Бандиттер жігіттің олардың барлық әңгімелерін таспаға жазып жүргенін біліп, оны сатқын деп күдіктенеді. Содан кейін Псих жүргізушіні есінен тандырып тастайды. Малыш жасырынатын орынға келіп есін жияды. Ол барлық жазылған таспалар өзінің ремикстері үшін қажет болғанын түсіндірмек болып, солардың бірін қосып береді. Бұл кезде Дебра асханада жігітті күтуден жалығып кетті. Таңертең топ пошта бөлімшесіне келеді. Бадди Дебраны ұстап алып, оны кепілге алғандай кейіп танытады да, Психпен бірге ғимаратқа кіреді. Малыш бірнеше күн бұрын сөйлескен кассир әйелді көріп, оған басымен белгі береді. Ол ақылды әйел түсінеді де, қашып кетеді. Алайда артынша күзетшімен бірге оралады. Сол сәтте бандиттер поштадан шыға бастайды. Псих бірден күзетшіні атып тастайды. Псих айқайлап, жүргізушіні орнынан қозғалуға мәжбүрлейді. Малыш қасақана газды басып, үлкен жылдамдықпен жүк көлігіне соғылады. Металл арматура Психтың басын тесіп өтеді. Олар келіп жеткен полициямен атысады. Малыш қашып кетуге талпынады. Жігіт сауда орталығына қарай жүгіреді. Киімін ауыстырып алады. Алайда полиция оны қайта байқап қалады. Малыш кемпірді тапаншамен қорқытып, оның көлігін айдап әкетеді. Сосын сол әйелге сумкасын әдепті түрде қайтарып береді. Полиция атыс кезінде Дарлинді өлтіреді, ал Бадди қашып құтылады. Бадди сүйіктісінің өліміне Малышты кінәлап, оны өлтіруге ант етеді. Үйіне жеткен Малыш бандиттердің үйін астан-кестен етіп кеткенін көреді. Бірақ бақытымызға орай, Джозефке көп зақым келмепті. Жігіт Джозефті қарттар үйіне қалдырып, Дебрамен кездесуге асханаға асығады. Ол жерде оны кек алуды көздеген Бадди күтіп тұрды. Кенеттен ғимаратта полицей пайда болады да, дәретханаға кіріп кетеді. Бадди бір сәт алаңдап қалады. Мұны пайдаланған Малыш бандиттің иығынан атып, Дебрамен қашып кетеді. Полицей дәретханадан шығады, бірақ жаралы Бадди оны атып тастайды. Малыш Докқа қоңырау шалуға тырысады, бірақ Док оған енді қоңырау шалма дейді. Жұп екі бұзақының көлігін ұрлап, гангстердің жасырынатын орнына қарай зулайды. Жігіт барлық ақшаны беріп, орнына кассеталарын қайтарып беруді өтінеді. Док келеседі. Дебраның жігітті жұбатып жатқанын көрген Док оларға қашып кетулері үшін ақша салынған сөмкені береді. Үшеуі бірге лифтпен түседі, бірақ оларды полиция күтіп тұрады. Док барлық полицейлерді өлтіреді, бірақ өзі жараланады. Кенеттен полиция көлігімен Бадди пайда болады да, Докты қағып кетеді. Бандиттің тірі қалуына ешқандай мүмкіндік қалдырмайды. Бандит Малышты қағып кетпек болады, бірақ жігіт Баддидің көлігінің үстінен секіріп кетеді. Бадди жұптың соңынан қуады, бірақ қуғын нәтижесінде полиция көлігі бірнеше қабат төмен құлап түседі. Алайда бандит көліктен секіріп үлгереді. Ол Малыштың құлағының тұсынан оқ атып, жігіттің дабыл жарғағын жарып, оны саңырау қылады.
Дебра арт жағынан шабуылдайды. Малыш бандиттің мылтығын тартып алып, аяғынан атады. Бандит шегініп барып, полиция көлігіне құлайды да бірден көз жұмады. Таңертең Малыш пен Дебра қаладан шығып кетпек болады, бірақ полицияның тосқауылына тап болады. Жігіт берілуге шешім қабылдайды. Сотта полицейлер мен сөмкесі бар әйел оның қорғауына куәлік береді. Судья жігітті 25 жылға бас бостандығынан айырады. Оның 5 жылдан кейін шартты түрде мерзімінен бұрын босап шығуына мүмкіндік бар. Түрмеде Малыш босап шығуын асыға күткен Дебрамен хат жазысып тұрады. Соңында Малыш түрмеден шығады. Қақпаның алдында оны қуанышты Дебра күтіп тұрады. Малыш на драйве киносы сізге ұнады ма? Ойларыңызбен бөлісіңіз.